19 жастағы алматылық студент Аяжан Еділова бұл видеоны 2021 жылдың 18 наурызында өзінің TikTok парақшасында жариялады. Онда қыз көңілді және ән айтып би билейді. Келесі күні Аяжанның өлетінін ешкім, тіпті оның өзі де білген жоқ. Бірнеше күннен кейін Аяжанның дене қалдықтарын тапқанда, қыздың туыстары тіпті ДНК сараптамасын тапсыруға мәжбүр болды. Өйткені оның дене бөліктері бүкіл қалаға шашылып қалған болатын. Аяжан Алматыдағы дизайн және сән академиясының 4-ші курсында оқитын. Таңертең ол әдеттегідей сабақтарға барды. Содан кейін сұлулық салонында жұмыс істеуге аттанды. Жастығына қарамастан бойжеткеннің үлкен армандары болды. Аяжан бала күннен тігіншілікке әуес болатын. Туған жері Талдықорғаннан осында оқуға көшіп келген ол, оқуымен қатар киім-кешектерді тапсырыспен тігіп, интернет дүкені арқылы сататын. Оның Аялан атты жеке киім бренді болды. Бойжеткен бір күні Түркия нарығына өзінің киім брендімен шығуын армандады. Бұдан бөлек ол жергілікті сұлулық салонында маникюрист болып жұмыс істеп жүрді. Аяжан жұмыс істеп тұратын сұлулық салонының жұмыс күні кешкі сағат 9-да аяқталды. Аяжан тұратын жатақхана кешкі 11-де жабылды. Сол күні кешке қыз жатақханаға келмеді. Жатақхана меңгерушісі Марал Бәкірова кейінірек бір сұхбатында Аяжанның ешқашанда жатақханада түнемеген, түнге дейін жүріп қалған жағдайын сол күнге дейін байқамағанын айтты. Сондықтан ол оның достарымен бірге бірінші болып дабыл қағып полицияға хабарласқан. Полиция жас қыздың жоғалуы туралы өтінішке біраз уақыт күтіңіз, ол келесі күні келеді деп жауап берді. Аяжанның жатақханаға келуін күтпестен қыздың туыстары дабыл қағады. Ол жоғалар алдында кездесе бастаған жас жігіт оның қайда екені туралы ештеңе білмеген. Хабар ошақсыз кеткен Аяжанның Алматыда тұратын үлкен әпкесі полицияға жүгінген. Түскі сағат 12-де әйел полиция бөлімшесіне із-түзсіз жоғалған адам туралы арыз жазып келген. Бірақ олар оны қабылдаудан бас тартып, бұл жерде қазір ешкім жоқ. Барлығы митингіге усиленияда жүр. Оның қайтып келуін күтіңіз. Ол қазір бір жерде бір жігітпен жүрген шығар, деп жауап берген. Ештеңеге қол жеткізбеген әйел үйіне оралды. Осы кезде Талдықорғаннан Аяжан отбасының қалған бөлігі де келіп жетті. Олар жағдайды бірге талқылап, қайтадан полицияға барып, қызды іздеуге кірісуді талап етті. Полицейлер іздестіруге аса ынталы болмағандықтан, отбасы Алматы қалалық волонтерларынан көмек сұраған. Сол күні барлық жерде Аяжанның суреті бар парақшалар ілініп, еріктілер де іздеу жұмыстарын жүргізді. 21 наурызда Аяжанды іздеуге полиция да қосылды. Жоғалған қызды іздеу үшін арнайы жедел тергеу тобы құрылды. Бұл күні жас студентті күні-түні іздеген еріктілердің жұмысы өз жемісін берді. Еріктілер 19 наурыз күні жоғалған қыз бен жас жігітті Нұркент ықшамауданына апарған такси жүргізушісін тауып алған. Олар алған ақпаратты дереу полицияға жеткізген. Біраз уақыттан кейін полицейлердің қолына 2021 жылдың 19 наурызында Аяжан Еділованың бір жас жігітпен бірге Нұркент ықшамауданындағы көп қабатты үйлердің бірінің лифтіне қалай кіргені анық көрсетілген бейнебақылау камерасының жазбалары түсті. 21 наурыз күні кешкі сағат 22:00-де полиция қызметкерлері болжамды оқиға орнына жеткен. Осы мекен-жайда тұратын 28 жастағы Рахманберді Төребеков есікті ашуға асықпады. Полиция қызметкерлері пәтерге басып кіріп, есікті ашқан. Ішке кірген кезде полиция қорқынышты көрініске тап болды. Барлық жерде қандақтары және еденде бөлшектелген дене жатқан. Тәжірибелі жедел уәкілдердің өзі көргеннен ыңғайсызданып қалды. Пәтердің иесі тығылып жатқандықтан бірден табылмады. Алайда табыла салысымен жас жігіт өзін өзі өлтіруге асықты. Олар жедел жәрдем келгенше оған алғашқы медициналық көмек көрсетіп үлгерген. Содан кейін оны ауруханаға жіберіп, шұғыл ота жасады. Төребеков бірнеше күн ауруханада жатты. Ал жағдайы жақсарған соң тергеу изоляторына ауыстырылды. Пәтерде адамның бас терісі, жұлынған тістер мен тырнақтар табылды. Олардың әрқайсысы жеке-жеке пакеттерге ұқыпты салынған. Сонымен қатар пәтерден бөлшектелген дене бөліктері мен бас сүйекте табылды. Жәбірленушінің басы ұзақ уақыт бойы суға қайнатылған. Нәтижесінде тек бас сүйегі қалған. Полицейлер бұл қорқынышты пәтерден дененің барлық бөліктерін таба алмады. Алайда келесі күндері олар қаланың әр жерінен табылды. Қоқыс контейнерлері мен жәшіктеріне қажетсіз қоқыс сияқты лақтырылған. Мәйітті анықтау мүмкін болмағандықтан туыстары ДНК сараптамасын талап етті. Олар бұған соңғы сәтке дейін күмәнданды және бұл қандай да бір қателік деп есептеді. Алайда ДНК сараптамасының қорытындысы бұл Аяжан Еділованың сүйегі екенін растады. Жауап алу кезінде ұсталған азамат наурыздың 19-нан 20-сына қараған түні қызбен арасында жанжал туындап, соның салдарынан түнгі сағат 23:00 шамасында қызды өлтіргенін айтты. Ол әшкереленіп түрмеге жабылып қалама деп қорқып, мәйттен бөлшектеу арқылы құтылуды ұйғарды. Сол түні ол өлтірілген әйелдің денесінің кейбір бөліктерін пәтерден алып шығып, қаланың әр жеріне қалдырып жіберген.
Тергеушілер өлтірілген жәбірленуші мен оның арасында жыныстық қатынас болды ма деген сұраққа күдікті үзілді-кесілді жоқ деп жауап берді. Жедел іс-шаралар барысында ұсталған Төребековтің бұрын медициналық академияда фармацевт мамандығы бойынша білім алғаны анықталды. Бірақ оқу үлгерімі нашар болғаны үшін оқу орнынан шығарылғандықтан оқуын аяқтай алмады. Бұл мәлімет тергеушілерге түсе салысымен Төребеков дене мүшелерін қандай да бір медициналық немесе коммерциялық мақсатта пайдаланған болуы мүмкін деген болжам жасалды. Оның әлеуметтік желідегі хат-хабарлары қолға алынып, бұрын араласқан қыздардың барлығы тексерілді. Қуанышқа орай, олардың барлығы тірі болып шықты. Осыған байланысты тергеушілердің болжамы расталмады. Сондай-ақ жедел іс-шаралар барысында Төребеков пен Еділованың арасында Баду танысу сайтында біраз хат алмасулар болғаны анықталды. Бұл ақпарат ғаламторға тарала салысымен әлеуметтік желіде көптеген қолданушылар істің барлық мән-жайын білмей, болған оқиғаға қызды ғана кінәлай бастады. Ол қаржылай пайда табу себебінен Төребековпен қарым-қатынас орнатуға келіскен деген болжамдар айтылды. Халықты осындай ойларға Аяжанның жас жігітпен ерікті түрде лифтке кірген видеода түрткі болған. Қыздың достарының ешқайсысы бұл мәлімдемелермен келіспеді. Аяжанның туыстары, достары, ұстаздары мен жай таныстары қыздың жігіттермен қарым-қатынасында өте ұстамды және тәрбиелі болғанын бірауыздан қайталады. Аяжанның туыстары күдікті өлшемдерді алу, тапсырыстарды беру немесе сол сияқты Аяжанның жұмысына қатысы бар желеу мен аңғал 19 жастағы студент қызды осы пәтерге апарғанына сенімді болған. Қыздың жатақханадағы бірге тұратын құрбысы Аяжанмен өте жақын дос болған және олар бір-бірімен ең жақын нәрселермен бөліскен. Ол тергеушілерге қайғылы оқиғаның алдында қыздың бір хабармен бөліскенін айтты. Оның айтуынша, оның брендіне қатты қызығатын және оның бүкіл коллекциясын сатып алғысы келетін адам пайда болған екен. Оған двойка, футболкасымен, пост и екі тикток. Тергеушілер бұл кісінің байғұс қызды өз тұзағына түсірген Төребеков екеніне сенімді болды. Ұсталған Төребеков пен өлтірілген Еділованың арасында дәл сол хат-хабар тергеушілердің қолына түскенде, тергеушілердің болжамы толығымен расталды. Ұсталған азамат Түркістаннан болған екен. Оның мұндай айуандықпен өлтіруге қабілетті екеніне ешкім сенбеді. Төребеков оқыған мектептің ұстаздары мен директоры оны сабырлы, қарапайым тыныш адам деп сипаттады. Олардың мәлімдемесіне сәйкес, мұғалімдерінің ұлы мектептің үздік оқушысы және мақтанышы, өлтіруге қабілетсіз және ол жай ғана біреудің кінәсін мойнына алуға мәжбүр болған болуы мүмкін деп болжанды. Осы уақыт ішінде түрлі сараптамалар жүргізіліп, ұсталған азаматтан жауап алғанымен өлтірілген Аяжан Еділованың мәйітін туыстарына жерлеуге бермеді. Тек 2021 жылдың 16 сәуірінде өлтірілгеннен кейін бір ай өткен соң қыздың сүйегі ата-анасына Мырыш табытында тапсырылды. Аяжан туған жерінде Талдықорғанда жерленген. 2021 жылдың 31 желтоқсанында күдікті зорлау және кісі өлтіру 2 бабы бойынша сотталды. Тергеудің ресми нұсқасы бойынша Төребеков 2021 жылдың 16 наурызында Еділоваға Аялан брендінің киіміне тапсырыс беремін деген желеумен әлеуметтік желі арқылы танысқан. 19 наурыз күні кешке Төребеков жатақханасының жанында қызды кездестіріп, келісіп тапсырыс беру үшін оны үйіне шақырған. Өлтіремін деп қорқытып, ер адам қызды зорлап, кейін оны белдікпен буындырып өлтіріп, мәйітінен құтылмақ болған. Төребеков бұған дейін жауап алу кезінде жоққа шығарған зорлау болғаны анықталды. Мұны сот медициналық сараптама көрсетті. Психологиялық, психиатриялық сараптама ұсталған азаматта ешқандай проблема болмағандығын көрсетті. Өлтірілген Аяжан Еділованың туыстары, сондай-ақ зардап шеккен тараптың адвокаты сот отырысында қылмыскерге ең ауыр жаза тағайындауды, сондай-ақ 26 миллиард 358 миллион теңге моральдық шығынды өтеуді талап етті. Рахманберді Төребеков жасаған қылмыстардың жиынтығын негізге ала отырып, сот сотталушыны 25 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сот өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауға негіз таппады. Сондай-ақ судья жәбірленуші тараптың сотталушылардан жәбірленушілердің пайдасына 20 миллион теңге моральдық шығын өндіру туралы азаматтық талап арызын ішінара қанағаттандырды. Аяжан ағасы баспасөзге берген сұхбатының бірінде полицейлердің салғырттығынан бір күн жіберіп алдық деген еді. Осы уақыт ішінде маньяк асықпай, тыныштықпен денені бөлшектеп, басын қайнатты. Тек бас сүйек қалды. Ал туған туыстарының бәрі сұлу Аяжанды жабық табытқа салып көмуге мәжбүр болғанына, сүйікті қызмен адамша қоштаса алмағанына қатты күйзеледі.